Бұл шығармада жастарымызды қызықтырған көптеген сұраулар топланып, қызықлы һәм де түсінуге аңсат болған қысқа көрінерде осы сұрауларға жауап берілген. Расында да, қазіргі заман адамы қандай болуы керек? Қиыншылыққа шыдамдылығы, пікірлеу қабілетінің өсуі, диққат етібарлы болудың жолы қандай? Психологиялық жақтан қарағанда, виждан, мәжбүриет һәм мехр-мұхаббат дегеніміз не? Пікірді аралық арқалы жеткізіп бола ма? Түс көру дегеніміз не? Сол сияқлы бір қанша сұраулар қазіргі күнде һәм мені қызықтырса керек. Бұл кітапқа әрбір кітапқұмардың өзі іздеп білетұғын ең аңсат психологиялық тәжірибелер кірітілген. Олар психологияның минетте һәм күнделіклі тұрмыста ұшырасатұғын низамларды жақсы түсініп алуға жәрдем береді. Және де бұл кітапта инсан характеріне байланыслы тестілер жауаплары менен берілген. Инсан миы қалай жаратылған һәм ол қалай істейді деген сұрауға біз инсан миінде сондай үлкен һәм құдіретлі күш жасырынған болып, әне сол айрықша күш қандай жағдайларда өзіне көрсететұғылығына жауап таба аламыз. Азиз кітапқұмарлар, осы кітапты сіздер оқымақшы болсаңыз, Республикалық балалар кітапханасында күтіп қаламыз.